Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз дәмді әрі жұмсақ Рафаэлло тортын әзірлейтін боламыз. Жаңа жылдық дастарханға таптырмас дәм береді. Ең алдымен жұмыртқамызды ағы сарысынан ажыратып аламыз. Жұмыртқамыздың ағы көтерілгенше миксерлейміз. Енді қантымыздың көп бөлшегін жұмыртқаның ағына, аз бөлшегін жұмыртқаның сарысына салып көпіртеміз. Жұмыртқамыздың сарысын ағына араластырамыз. Бір қалыпты бір бағытқа қарай араластырамыз. Ұнымызға крахмал мен разрыхлительді салып араластырамыз. Енді ұн илегіштің көмегімен пенкамызға салып бір бағытта араластыратын боламыз. Массамыз дайын болды. 22 сантиметрлік кольцоға астына фольга төсеп орналастырамыз. Мінекей біздің әдемі пышный бисквитіміз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Сливкиімізді көпіргенше миксерлейміз. Ұн илегіштің көмегімен сахарный пудрамызды салып қоюланғанша миксерлейміз. Осындай қою болу қажет. Творожный сырымызды салып, өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Суыған бисквитімізді 3 бөлікке бөлеміз. Дайын болған кремімізге сгущенка қоссаңыздар болады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Әр бөлігіне осылай сүтті жағып, пропитка жасап, кремін жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай бір келкі қылып тегістеп, сыртына кокосовый стружкамен әсемдеп шығамыз. Міне біздің Рафаэлло тортымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.